Ассалаумағалейкум, аса құрметті ғылым және ауыл арнасының көрермендері. Бүгін біз сіздермен ешкінің мүйізі жайлы сөйлесетін боламыз. Ешкінің мүйізі, оны қалай түсіруге болады, оны қандай жағдайда түсіру керек, және де мынау ешкінің мүйізі оның сүттілігіне әсер ете ме, сүтті ешкінің мүйіздері қандай болады деген тақырыпта сөз қозғайтын боламыз. Мен алдымен сіздерге өзімнің түсірген мүйіздерімді бір көрсетіп өтейін. Қазір мен өзім алдыма жинап қойдым, мінекей. Мынау біздің түсірілген мүйіздер. Бұл жерде 10-нан аса жұп мүйіздер бар, және жұбы жоқ мынандай жалғыз мүйіздер бар. Жалғыздан. Жұптар, яғни жайлауда басқа жерлерде түсіп қалған деген сөз. Ешкінің мүйізі оның сүттілігіне әсер ете ме деген сұраққа біздер иә деп жауап береміз. Яғни қазақта мынандай бір сөз бар: бұқа шақты сиырда сүт болмайды, сиыр шақты бұқада күш болмайды деген. Шақ деп, яғни мүйізді айтады. Яғни сүтті ешкінің мүйізі мынандай теке шақты болмау керек, текенің мүйізіндей болып кетпеу керек. Идеальный вариант енді міне мынау мүйіз ең дұрыс мүйіз. Дұрыс өскен сүтті ешкінің мүйізі осындай болады. Осындай болған, оның мынау кеткен қисықтығына қарамаңыз, мынау түбі мінекей мынандай домалақ болып келуге тиісті. Домалақ болады. Сүтті ешкінің мүйізінің түбі домалақ болады барынша. Ал мысалға айталық, мен ангордың мүйізін көрсетейін. Мынау ангор ешкінің мүйізі. Және сүтті тұқымнан, бірақ сүтті емес ешкінің мүйізін көрсетейік. Мысалға мынандай сопиып кеткен, және бұрыш шығып кеткен, ал кейбір ешкілері мынандай төрт қырланып кеткен, тіпті қазір көрсетейік. Жоқ, мынау емес. Төрт қырланып кеткен мүйіздер де болады. Қазір мен бұл жерде ондай мүйіз көріп тұрған жоқпын. Міне мынада үш қырланып кеткен, үш қыр пайда болған мүйіздері. Ондай мүйізі бар ешкілер негізі сүтті бола бермейді. Сүтті ешкінің мүйізі домалана, мінекей. Қандай жуан болғанменен, мінекей көріп отырсыздар, домалана не алады. Түбі, мына жері, қазір тазалап жіберейік. Домалана, бір жақ қыры шығуы мүмкін. Былайша айтқанда, терісіне қарасаң, андай тамшы сияқты болып келеді. Бұл сүтті ешкінің мүйізінің ерекшелігі. Естеріңізде сақтаңыздар, сүтті ешкінің мүйізі жаңағыдай теке шақты болып кетпеу керек. Жаңағы екіге былай, қазір айтайық, мысалға айталық, мынау ешкінің мүйізі былай тұрды, әуел баста міне. Және бұл сүтті ешкінің мүйізі. Қазір мен тұқымы сүтті, бірақ мынандай занен тұқымда, бірақ мүйізі сүт емес ешкінікі. Мысалға айталық, мынандай былай тұрып өскен мүйізді нелер көбінесе сүтті бола бермейді. Былай, бұл теке шақты дейді, мұны теке шақты. Былай тұрып өскен мүйізді ешкілер көбіне сүтті болады. Мынандай ешкілер болады, мүйізі алға қарай неғып тұратын осындай. Олардан аса көп сіз сүт ала алмайсыз. Мінекей жаңағыдай біреулер енді қарсылық танытуы мүмкін, ондай емес деп. Ол біздің өзіміздің ешкінің несінде ешкі бағып жүрген екен, соны өзіміздің тәжірибемізде байқағанымыз. Оны бір ғылыми жаңалық ретінде емес, шай ғана тәжірибе деп қарастырсаңыздар дұрыс болар еді. Енді ешкінің мүйізін түсіруге қайта оралсақ, ешкінің мүйізін не себеппен түсіруге керек деген сұраққа оралатын болсақ, ешкінің мүйізін түсірудің басты себебі олар барлық нәрсені, өзінің барлық проблемаларын, өзінің барлық мәселелерін мүйіз арқылы шешеді. Бір-бірін сүзіп, ішіндегі лақтарын уақытынан бұрын
туғызып қоюға не болмаса тіптен түсіріп тастауы да мүмкін. Сол себептен мүйізін түсіріп тастаймыз. Лақ кезінде күйдіріп тастауға болады, бірақ оны енді біздер олай жасамаймыз. Біздер өскеннен кейін мүйізін түсіреміз. Мүйізін түсірудің өзінің ерекшеліктері бар. Сол ерекшеліктерін дұрыс пайдалана отырып түсірсеңіздер, ешкіге де ешқандай зақым келмейді. Бірақ бет алды жоқ. Менде қорамда 20 ешкі бар екен, 20-сында мүйізін түсіріп тастаймын деп, ол мүмкін дұрыс емес. Мүмкін емес, енді былай дұрыс емес. Ешкінің мүйізін түсіретін ешкі ол күшті ешкі болу керек. Оның иммунитеті жақсы болу керек, жоғары болу керек. Өйткені ол ауырады, ол жанына батады, оны біздер жасырмаймыз. Және де ең соңғысы, соған былайша айтқанда бұл жаза ғой. Сол жазаға лайықты ешкі болу керек. Яғни айналасын бәрін жапырып, сүзіп, қиратып жүретін ешкі болатын болса, сондай ешкінің ғана мүйізін түсіру керек. Ал мүйіз зияны тигізбейтін болса, ешкіні сүзбейтін болса қатты, сосын оның мүйізін түсірудің ешқандай қажеттілігі жоқ. Оның жанына ондай батырудың қажеттілігі жоқ. Біздер тек қана қай ешкі жаман, қайсысы жаман болғанда, мінезі жаман, қасындағыларын көп сүзеді, соларды ғана мүйіздерін түсіреміз. Мүйіздерін түсіру мынандай резинкалар арқылы жүзеге асырылады деп жаңа айтып өттік. Ветеринарлық аптекаларда бұл 20 теңге тұрады. Бір несі, сонда бір ешкіге 40 теңге кетеді. Онда арасы бір салғаннан кейін 2 аптада түсуге тиісті. Ал енді жаңағы мынаны салуды көрсетейік. Резинканы қалай салу керек, дұрыс салу керек деген кезде біз мынандай бір кеңестерді береміз. Ең әуелі мезгіл, яғни барынша шыбынсыз, масасыз мезгіл болған дұрыс. Яғни кейін жараның орнына құрт тумау үшін. Келесі мынандай резинканы салмастан бұрын мынау мүйіздің орны, қазір резинкамен осылай жіппен салдық қой. Мүйіздің орны мына жер не болады? Ешкінің жүні болады, сол жүндерін тықырлап отырып, жай ғана кесіп емес, тықырлап отырып тазалаймыз. Сосын мынандай ешкіде жаңа қыр дедік қой, 4 қырланып кетеді. Артында көбінесе қыр болмайды, сүт ешкілерде артқы жағында. Ал мынандай алдыңғы жағында қыр болады. Осы қырлы жерін егеп жіберуге болады. Азғантай төбінен, етпенен сүйік болып жалғасып жатқан жеріне азғантай егеп жіберсеңіз, яғни мынаны әкеп сол жерге түсіресіз де, сосын жіпті алатын кезде жіпті мүйізге қарай жоғары қарай тартпайсыз, керісінше төмен қарай, жаңағы басқа қарай екінені суырып ала қойасыз. Резинка осы жерде қалады. Бұл қалған резинка 2 аптаның ішінде бұл мүйізді өзі ақ түсіреді. Өзі ақ түсіргенде кейбіреулер сүзісіп жатып түсіп қалады, біреулер жем жеп жатып, біреулер науаға басын тығып жатып түсіп қалады, біреулер мысалға көбісі, яғни көріп тұрсыздар, жаңағы мына жерде мынау мүйіздердің бәрін көріп тұрсыздар. Бұл мүйіздердің бары, яғни қорада түскен мүйіздер. Ал мысалға мынандай мүйіздер бар, жұптары жоқ, мыналардың жұптары жоқ. Бұлар, яғни бір жұптары басқа бір жайылымда жүргенде басқа жерлерде түсіп қалған. Барынша екі мүйіздің бірдей түскені, бірдей егілгені, екі мүйіздің бірдей салынғаны жақсы. Өйткені жаңа айттық, ол жанға батады ешкіге. Сол жанға батқан кезінде жаңағы ұзақ уақытқа созылып кетпес үшін, әрқайсысы 2 апта, 2 аптадан 4 аптаға созылып кетпес үшін екеуінің бірдей салынып, бірдей уақытта түсіп қалғаны. Барынша ешкінің мүйізін түсірмеуге тырысу керек, барынша. Өйткені жаңа ешкіні бөлек ұстау керек деген сияқты, көп тобыр болып, бір қораға бәрі үймелеп кетпеу керек, бір науаға бәрі үймелеп кетпеу керек. Тек жаңа айтып өттік, тек мінезі жаман, бірақ сүті жақсы, сондай ешкілер болса, солардың ғана мүйіздерін түсіруге болады. Ал бет алды жоқ, барлық ешкілерге мүйіздерін түсіріп тастаймын деген ол мүлдем дұрыс емес. Осымен біздің видеомыз, бүгінгі видеомыз өз мәресіне жетті. Егер де бүгінгі видео сізге пайдалы болған болса, онда арнамызға тіркеліп, лайк басып, өз ойларыңызбен бөлісіңізді
сұраймыз. Сіздермен болған мен Нұрғиса Қыдырбайұлы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.